РТК-ның дау-дамайсыз бағдарламасы Алматы облысының Қарасай ауданындағы Ақсеңгір елді мекеніне келдік. Алматыдан небәрі 20 шақырымдағы шағын елді мекенде 13 жыл отасқан жұбайлардың арасында күннен күнге дау шығып баратыр. 5 баланың анасы Жадыра Кейкованың айтуынша, күйеуі оны үйден қудалап жатыр. 13 жыл некедеміз бірге. Некеден кейінгі салынған ортақ үйіміз бұл Ақсеңгірде. Осы жерде тұрып келдік, балаларым осы жерде дүниеге келдім, өсті балаларым бәрі. Одан бұл 19 мартта тоқал алып келді. Дау неден басталды? Үстімнен 21 жаста қыз алып келді. 5 балаңды алып кет. Қазір менің тоқалымның әкесі туыстар келе жатыр. Сенің 5 балаңды сені көріп қояды деді. Мен бармайым дедім. 10 жыл жұбайлар тапқан тірнектеп жинап, маңдай термен кірпішін қалады. Баспананың іші астан кестен. Отбасындағы ұрыс керісі деп Алматының дағдарыс орталығын паналауға мәжбүр болған әйел шарасыз. Егер әкесі балалардың жеке киімдерін алып кетіп жатса, ол ортақ мүлікке жатпайды. Яғни ол ортақ мүлікке бөлінбейді. Жатпағандықтан ол балалардың киімдері, қыстық киімдері болсын, қандай да болсын, мүліктері, кітаптары болсын, олардың барлығы кімменен балалар тұрады, сонымен бірге болады соларменен. Мен некемді бұзғым келмейді, балаларымды полноценный семьяда болғанын қалаймын. 10 жастағы балам 3 күн жылады. Мен папаң қайда, папаң бар ма десе не деп айтам деп. 10 жыл бойы жұбайымен бірге кірпішін қойып, іргетасын қалаған баспанадан 5 баланың анасына не бұйырады? Әзірге оның қолында ешқандай құжат жоқ. Дегенмен біздің бағдарламада да заңсыздыққа жол жоқ. Ене мен келіннің айқай-шуына қайнатасы араласты. Босағасында 13 жыл жүрген Жадыраға кәрін төгіп, өкпе ренішін қарша боратты. Құдай үшін мені өлтірмесең, мына бәлеңнен құтқар мені. Егер қазір сіздер құжатты ауыстырмайтын болсаңыздар, онда сотқа талап сіздің атыңызға жасалған құжатты заңсыз деп тану ретінде талап қоямыз. Себебі бізде заңда мынандай нәрсе бар. Мүлікті басқа біреудің атына аударып, бірақ ол мүлікті өзің пайдалана берсең, онда сотта ол дәлелденетін болса, онда ол заңсыз болып танылады. Балаларды маған бер деді, мен бір жағынан айттым. Мен садикқа апарам, сен жұмысқа тұр деп айттым ба, айтқан жоқпын ба? Мойында. Жоқ. Сосы жаныма шыққан сонында айтқам мен. Қарай алмайым деді, мен аурумын деді. Өтірік айтпа. Сонымен ерлі зайыптылар ажырасқан жағдайда 5 баланың анасына не бұйырады? Жадыраның күйеуі бізбен кездесуден бас тартты және құжаттарды көрсеткен жоқ. Бағдарламаны түсіру барысында Жадыра ерінің екінші әйелімен төбелесіп, 2 жастағы қыздың басы жарылған. Қылмысты қыз қазір тергелуде. Кірпішпен басынан бір Алдауға айналған Ақсеңгірдегі үйді 5 баланың әкесі анасына сыйға тартыпты. Менің мәселем осыдан 4,5 жыл бұрын Әсем деген қыз келіп еді. Содан ол баланың қолында кішкентай сәби болды. Сол сәбиді маған әкеп тастап кеткен. Мінеке содан бері қарай 4,5 жыл болды. Анасы ізғайым жоқ. Отбасына 4 бала бар. 3 қыз, 1 ұлдың жанына 4 жылдан бері кішкентай Айсұлтан қосылды. Өйткені барар жері жоқ, қызыма звондайды да, мен осы далада қалдым. Қолымда кішкентай бала бар. Дегеннен кейін қызым өзінің квартирасына көшіріп алып келеді баланы. Енді Әсем босанды. Қыз туды, ауыр халде. Кесервімен алдық баласын деді. Яғни ол жаңағы біреусін анасына туған, біреусін сізге тастап кеткен қыз, тағы біреусін үшіншісін босанып алды. Үшіншісін босанып алды. Бірақ онда адресін беріңіз деп едік, дәрігерлік құпия, біз сізге бере алмаймыз. Сіздер бізге келіңіздер деп өздері шақыртып алды бізді. Кім болады саған? Кіміңіз? Папа. Маман қайсы? Маман қайсы?
Міне. Яғни анасы жоқ, анасы қараусыз қалдырды, мүлдем ойламайды, ал балаға екпе салатын кездерден өтіп бара жатыр. Мұндай жағдайда не істеу керек? Дәл қазір барып арнайы органнан білеміз. Милицияға берейік деп жатырмыз, іздеу салайық деп жатырмыз деп едім. Анасының айтқаны, бермеңіздерші, қызымды өзім тауып алам. Себебі менің екінші күйеуім деді мұны. Военно обязанный, сол кісінің несіне әсер етеді, кедергі қылады жұмысына. Бермеңіздер деп айтты. Милицияға да беріп, іздеп жатырмыз Әсемді. Әсем сүйіндік жайлы мәлімет полицияға берілді, иә? Иә, берілді. Әрине жаңадан туған баланың тағдыры да біз үшін керек қой. Қайда ол бала, қайда жіберді оны? Тағдыры не болды? Айтты. Енді мынау үшіншісі бұндай болады деп мен де жүрегім ұстауға шамам болды ғой. Әкемді ешқашан тастаған жоқ, оны тастамаймын да. Бірақ енді біздің алдымызда кінәлімін деп әкем көбінде жаңағы кетіп қала береді, бізбен хабарласпай. Әсем, біз сізді жамандықпен іздеп жүрген жоқпыз. Менің мақсатым біреуді жамандау немесе табалау емес. Мен сізге жаным ашыр іздеп жүрмін. Екеуміз бір әйел мен әйел болып сөйлессек. Пожалуйста, камерамыз шығып кетсінші. Камерамыз шығып кетсін, мен сізді бүйтіп жауап тұрамын, камера менің артымда түседі. Керек емес. Қызметін ата-ана тәрбиесін дұрыс атқармағандығы үшін әкімшілік жаза жауапкершілік қолданылады, штраф ретінде. Егер одан да ары қарай балаларға дұрыс қарамай, балаларды тастап кететін жағдай болатын болса, балалар ата-ана құқығынан айыруға дейін жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін. Балаларымды өз қолыма алып, бақытты аламын, аяғымнан тұрамын. Бұл Әсемнің бізге және барша көрермендерге айтылған соңғы сөз деп сенейік, сіз бақытты болуға тиіссіз. Документсіз бір бала өсіп жатыр. Жасы 15-ке келді. Анасын табамай, ешқандай құжат жоқ, оқымайды. Мектепке де бермедік. Документсіз мектепке бара алмай жатыр, ешқандай жоқ. 15-тен мектеп бітіретін уақыт болып қалды ғой. Иә, сонымен осы үйде өсіп жатыр. Мені мамам таста кетіп, паспымды әкелмеді, мен оқи алмадым. Ешкіммен ешқашан араласқан жоқсың, иә? Араласпадым. Үйден шыққан жоқсың. Үйімнен шыққан. Малима мама менің, мен таста кеттім мусордан. Сөзінен түсінгеніміз, мені туған анам мусорға тастап кетті дейді. Мені, яғни қазіргі анам мені бағып қағып алды. Осы менің анам болады дейді. 2005 жылы осы бекар туылған жылы біз бұл жерде тұрмаймыз алып. 9 этаж автовокзал жақта этажда тұрамыз да. Бұл бала 3 айлық кезінде бір көршім келіп, Роза сізге өтініш алдында бір кішкене баланы келіншектің жұмыс істейін десем, қазірше жаңғыртылыптым, андай нем болмайдыр, әпше қарасып беріңізші деп. Туған анасы Мадина сол кеткеннен нәрестеге қайта оралмады. Жылдар өте Роза апай қашқан ананың туыстарын өзі іздеп тапқан. Бекарыстың өзінің туған мамасы не деді, қашан көрдіңіз? Мінекей қымбатты көрермен, өмірі қолына қалам ұстап көрмеген Бекарысқа бүгін мен алғашқы қолына қаламын ұстатайын дедім. Сен қолыңды бите бересің, одан да мен қалам ұста. Кәне, не саламыз, не жазамыз, не білесің? Папам салам, мамамды салам. Мен салшы бүгін. Өзім папам. Жақсы, жаз. Не жазасың, жаза аласың ба? Әріптер жазшы. Өзім папамды. Жақсы, папаңды анаңды сал. Әріп білесің бе, әріп жазшы. Мен білмеймін. Осы жерде 15-16 білім мекемесінің бірінші басшылары тыңдап отыр. Әрқайсысында кем дегенде 1,5 мыңнан тәрбиелеп отқан оқушыларымыз бар, осында отырып отыр директорлердің. Дегенмен мына жағдай қатты састырып та отыр, біріншіден. Екіншіден ұялтып отыр. Қалай сіз осыны жүйеріп қойдыңыздар, Шымкентте отырып айтыңызшы, бүтін мегаполисте. Ендігі сенің алдағы 3 ай өмірің дәл осында өтеді. Осында сен білім аласың, осында сен құжаттарыңды жинайсың. Мінекей қалған апайлар айтады. Не дейміз үлкен кісілерді көргенде? Қауіпсіз, иә, міндетті түрде ол басты біздің ережеміздің бірі. Қауіпсіз және болашақтары сенімді түрде. Ал ондан талысыңызды қабыл алыңыз. Есімің кім? Бекарыс. Бекарыс, қош келдіңіз ортам.
сол жайында көмектесеңіз. Сіз 14 жыл бойы осы мәселені шешу үшін талпынып, жүгіріп көрген екенсіз. Иә, жүгіріп көрдім. Бәріне бардым. Бәрі есікті аштым, бәріне жүгірдім, айттым. Болмайды деп қайтарады. Ол осы шаңыраққа келін болып түскелі Динараны жаңа туған сәбидей бағып отыр. Ақыл есі кем қыздың қозғалуға дәрмені жоқ. Тамақ ішесің ба? Ол сөйлемейді. Дина. Динара бірінші топтағы мүгедек. Жеңгесінің айтуынша 15 жаста психикалық ауру асқынып, 8-ші сыныптан кейін оқымаған. 11 перзент тәрбиелеген ата-анасы өмірден өткен. Жалғыз қамқоршысы, күтушісі, жеңгесі медициналық көмек жоқ деп қапалы. Бүкіл деректер жойылған, яғни бала кезден мүгедектігін растау мүмкін емес. Бірінші группа ма? Бірінші группа болса оған беріледі. Оны райсабезде өздері шешпеді, оны біз шешпейміз. Оны райсабез шешеді. Райсабезге де бардым, райсабездегілерді біз шешпейміз дейді. Нұротанға да бардым, әкімге де бардым, осы жерге де келдім. Баяғыда ауырғанда ол 25 жыл болды инвалидский алатқаны. Бірақ ол баяғы ауырған карточка жоқ. Ауылдағылар өздеріңізде құжаттарыңыз болу керек. Кресло-коляска береміз, прогулочная, комнатная береміз, әлеуметтік қызметкер береміз, жаңағы совестен келіп қарайтын сіздерге. И қалғандарын алғастар ғой, подгузники, пеленки, очиститель для кожи и кресло-стул санитарным оснащением, сондайлар береміз бүгін қосымша. Бір жыл бойы далаға шықпаған Динара күннің сәулесін көрді. Таза ауада серуендеп, әлеуметтік қызметкер аулада қыдыртып жүр. Бүгін аурухана қызметкерлері қол арбамен қамтамасыз етіп, әлеуметтік қызметкер де өз жұмысына кірісті. Көрінбе, ана тауларды қара, тауларды қара, аны қара. Қайыршылық кәсіп пе, нәсіп пе? Алматыда тәулігіне мыңдаған адам алақан жайып отырады. Олар кем дегенде 5 мың, әйтпесе күніне 40 мың теңгедей пайда табады. Ең сорақы сол соңғы кезде кәмелет жасқа толмаған кішкентай сәбилерді мәжбүрлі түрде қайыршылыққа алып шығатын ата-аналар көбейген. Баламен не келерсіз? Жоқ, қазір ғана келдім. Кешіріңіз, біз Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына ювеналдық полиция бөлімшесінен. Жоқ, қазір ғана 5 минут ғана келдім. Иә, өзімдікі. Құжаттары бар ма? Өзіңіз жүкті екенсіз. Пожалуйста, мені жіберіңізші. Жарайды. Жағдайыңыз жоқ болса, онда көмек Жарайды. Мына бала кім сізге, аты кім? Бибігүл аты. Енді сіз микрофон түспей қойыңызшы, жарайды, түсірмей қойыңызшы. 2 жастан асты. Түсірмей қой деген сіз заң бұзып тұрсыз ғой, сіз баланы өзіңізге пайдаланып тұрсыз. Неге өзіңіз сұрамайсыз? Неге өзіңіз ғана отырмайсыз? Неге баланы алып шықтыңыз, айтыңызшы? бері осылай қайып сұрап жүрсіз. Айтып жатырмын ғой, кішкене уақыттан бері күнделікті шықпаймын мен деп жатырмын. Арасында ғана кішкене бір 15-20 минут шығамда кетіп қалам, бұған ақша 1-2 мың теңге тауып болды, басқа ештеңе жоқ. Баланың мысалы қараңыз, ана жерде іші ашық. Ойлаңызшы. Жоқ, баланың іші Балаларды ертіп, жалпы сол кезде бірінші рет шығуыңыз бет көшеге? Бірінші рет емес, сол кезде бір аптадай болып қалған. Айтуынша Қарақалпақстанда туған, қазір Қазақстан азаматы, 3 баласы бар. Оңтүстік Қазақстан облыстық университетке оқуға түскен, алып қашты. Күйеуімен 1 жыл бұрын ажырасты. Бағдатты еске алатын жақсы нәрсе жоқ. Соңғы кезде удивительно мынандай мен буып өлдіріп қоя жаздаған кезде әрең көршілер ажыратпаған. Видео желіге тараған соң Алматы қаласы Жетісу аудандық әкімінің өзі байланысқа шықты. Қайырша елді қамқорлыққа алатынын жеткізді. Мы предлагали трудоустроиться на общественные работы. Также предлагали на рынке Сауда-Кент, который находится в Жетысуйском районе, открыть торговую точку. И третья работа была волонтером трудоустроиться. Бақыты отбасы. Рано, сізге 3 жұмыс ұсынылды. 3 жұмыс болғанда звондады, одан кейін жаңа пол жууға деді. Мен оған айттым ғой, мен денсаулығым жарамайды ғой. Көрдіңіз емес, соған мен намысын береді. Ана жерде 100 қатын отыр, қатарына тоз сайранға дейін. Түріне қарасаң, сен қайыр сұрайтын адамсың ба? Неге өйтіп маскировка жасап алдың? Маскировка жасап атқан жоқпын. Сіз неге өйтіп өтірік алдайсыз? Иә, бетпақтықпен аламын. Мен амалдың жоғынан шықтым, жетіскеннен шыққан жоқпын мен. Туалетін тазалағанша сол жерде отырып 20-30 мың тапқандарың рахат қой ма сендер? 20-30 мың.
Бұл республикалық эфир, кішкене өз-өзімізді этиканы ұстап сабырға келейік. Екі әйелдің егесі ұзаққа созылатын түрі бар. Ақмарал Басированың күн сайын көмек сұрап келген әл-ауқаты төмен аналар көз алдында өтіп жатыр. Олар көп болғанмен әрқайсысын шатастыру мүмкін емес дейді өзі. Дәл қазір менің жанымда тұрған, яғни жаңа ғана осы жерден ашуланып шығып кеткен Раномен жасты келіншек. Бұл да 4 баланың анасы. Мінекей өзіне өзі кәдеге жаратып, ісмер болып, перде тігіп, ақысын алып, көктеп, кәсібін жалғастырып жатыр. Құдай сақтасын. Ондайға аш қалсам да, қара су мен қара нан жесем де, мен ондайға бармаймын. Ешқандай қайыр тілеу, тағы басқа, оңай ақша сүреу, қол жаю деген бұның бәрі оңай тірліктер. Алайда қыздар сіздер сияқты маңдай терің кәдімгі шығып, өз қолыңмен жасап, адал еңбекке не жетсін.